Павлодарда тағы бір бала өрттен қаза тапты. Қайғылы оқиға облыс орталығында жеке меншік үйлердің бірінде болған деп хабарлайды. 5 бөлмелі пәтер толығымен жанып кетті. Өрт сөндіру кезінде үйден 6 жаста баланың мүрдесі табылды. Оқиға орындарында сараптама мамандары жұмыс істеуде. Алдын ала болжам бойынша өрт электр сымдарына қысқа тұйықталуынан басталған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 292 бабына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бойынша іс қозғалып отыр, дейді Павлодар қалалық төтенше жағдайлар басқармасының басшысының орынбасары Тілекжан Ғалимов. Өрттен 2 адам зардап шекті. 39 жастағы әйел уланып қалған, 60 жастағы үй иесінің аяғы күйіпті. Қазір ауруханада ем алып жатыр. Естеріңізге салайық, күні кеше ғана Тереңкөл ауданында үй өртеніп, атасы мен немересі қайтыс болды. Жыл басынан бері кәмелеттікке толмаған 3 бала өрттен көз жұмды. Сақ болайық, көрермен.